Амансыздар ма, көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен песочная самса жасайтын боламыз. Оған ең алдымен 600 грамм ұнымызды өлшеп аламыз. Сосын оған 5 грамм разрыхлитель қосатын боламыз. Сары майымызды алдын ала дайындап қоямыз. Үй температурасында болу керек. Ешқандай микроволновкада, табада ерітілген май емес, үй температурасында еріген сары майды қосатын боламыз. Сары майымыз 200 грамм өлшеп аламыз да. Сосын осы ұнымызбен сары майымызды біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Араласып біріккеннен кейін тұзымызды салып, тағы біраз араластырып алатын боламыз. Келесі барлығын араластырып алғаннан кейін бұл жерде енді мен қаймақ қостым. Қаймақ 150 грамм қосамыз. Үйде қандай қаймақ бар, сондай қоса берсеңіздер болады. Менде мына жерде 20% қаймақ. Қаймағымды салғаннан кейін артынан 2 жұмыртқамды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін мен секілді салафанға салсаңыздар да, немесе сол ыдысқа салып бетін жауып қойсаңыздар да, өздеріңіз білесіздер, қамырды демалдыруға қоямыз. Қамырымыз демалып жатқан кезде салмасына дайындауға кірісетін боламыз. Салмасына әркім өзі біледі. Сиырдың фаршын қоссаңыздар да, тауықтың етін қоссаңыздар да, қандай салма салам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Ал бүгін мен көкөністерден қуырып салма жасайтын боламын. Яғни оған қырыққабатымды, сәбізімді және пиязымды жақсылап турап алдым да, табамды қыздырып, барлығын қуыруға кірістім. Сонымен қатар менде тоңазытқышта бір кішкене сиырдың фаршы қалып қалған болатын. Ол да текке жатпасын деп, бұл салмамның үстіне бірге салып, оны да бірге қуырып алдым. Міне қамырымыз дайын болды, демалды. Енді самсамызды жасауға кірісейік. Бұл жерде мен 50 граммнан өлшеп алдым. Өлшеп алғаннан кейін алақандарыңызбен домалақтатып шар тәрізді жасап аласыздар. Барлығын дайындап алғаннан кейін барып самсамызды жасауға кірісеміз. Міне шар тәрізді жасап дайындап алдық. Менде мына жерде 21 штук шықты. Енді бұны өзіміздің алақанымыздың размерімен жайып аламыз. Домалақтатып, салмамызды салып, одан кейінгісі сәндеу, әрлеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бүгінгі самсамды осылай шетін өріп отырып жасадым.
міне самсамызды дайындап духовканың противіне салып дайындап алдық. Енді оның бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Сосын әркім өзі біледі, мен бетіне күнжіт септім. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан өзінің духовкаларын әркім өзі біледі ғой. Мен 180 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Ал енді сіздер менің каналыма лайк басып, подписка жасап, коммент қалдырып кетсеңіздер, үлкен рахмет айтар едім. Міне самсамыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Жұмсақ. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Жасап көріңіздер. Ал енді мен сіздерге ас болсын деймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.